Бүгінде әр 5-ші маршрут аялдамада тұрақтанған бірнеше минутының өзінде ауаны қара түтінмен ластап үлгереді. Улы газ ауада тез тарайтынын ескерсек, адам денсаулығы үшін қаншалықты зиян екенін ойлаңыз. Жеңіл автокөлік жүргізушілері де оларға қапалы. Қара түтінін будақтатқан қоғамдық көліктердің артынан ер байдау мүмкін емес. Тіпті көліктерге тазартқыш құралдарының да шамасы шамалы дейді автокөлік иегерлері. Атмосферадағы улы заттардың көптігіне себеп әртүрлі. Ол бензин мен отынның сапасына, қолдану жолдарына да байланысты. Экологтар қажетті нормадан асыра пайдаланылған отын, көмір және өзге де заттардың салдарынан ауаның улануына әкеп соғатынын айтады. Биылғы жылға келетін болсақ, 1 майға дейін 74 материал жаңағы инспекторлармен біздің департамент инспекторларымен тексеріліп, 200-ден 1000-нан астам теңге айыппұл салынды, ал енді 415 материал ішкі істер департаментіне облыстың, сонан кейін прокуратураға іс-шаралар қолдану үшін тапсырылды. Таза ауа акциясы барысында полиция қызметкерлері экологтармен бірге арнайы жабдықтармен қоғамдық және автокөліктердің канцерогендік қалдығын үнемі тексеріп отырады. Біз енді мынау жаңа ішкі істер департаментіменен облыстық экология 20 жыл таза ауа операциясын өткіземіз. Көктемде, жазда, сосын күз айында. Ал енді жаңа айтатыным, былтыр 2600-ден астам автокөлік тексерілсе, оның енді жаңағы оның көбісі жаңағы сол әкімшілік 334-ші бап 1-ші тармағы бойынша әкімшілік кодекстің Қазақстан Республикасының жазаланады. Жүргізілген тексерістен соң көліктерден бөлінетін көміртек оксидінің көрсеткіші қалыпты жағдайда екені анықталды. Десек те бұл сирек кездесетін жағдай. Мәселе 1987 жылғы автокөлік талапқа сай болмағандықтан сынақтан өтпей қалды. Енді көлік иесі айыппұл төлейді. Менің автокөлігімдегі нормалар бұзылғандықтан маған айыппұл салынды. Мен мұндай олқылықты білмедім. Енді сақ болам. Ендігі кезек қоғамдық көліктерде. Соңғы аялдамаға жеткен экологтар дизельді және бензинді маршруттардың шығарындысын тексеру мақсатымен оларды күтіп алды. Нәтижесінде әрқайсынан бөлінген зиянды заттардың мөлшері 60-тан 100%-ға дейін көтерілген. Мамандар бұл олқылықтың орнын толтыру үшін жүргізушілерге айыппұл салып қана қоймай хаттамада толтырды. Қалай болғанда да автокөлік иегерлері бекітілген тәртіпке бағынбайынша бұл мәселе оң шешімін табуы екіталай дейді мамандар. Ақбота Қайнар, Дина Али, Валерий Татаренко, 7-7 News.